Достар, ассалаумағалейкум, сіздермен бірге мен Ноне, мен қасында Рома. Всем привет. Достар, біз бүгінгі влогымызды бастаймыз. Ё-моё, машиналар қатты жүріп жатыр. Достар, видеоға сеніміз лайктарыңды басыңдар. Бүгін біз Рома екеуміз Дубайға бара жатырмыз. Алматы әуежайындамыз, достар. Біз міне арттарыңда көріп тұрғандарыңызда қазір кіреміз, билетімізді аламыз да. Билет дайын, достар, печат жасап аламыз да. Әрі қарата не болатынын көресіңдер, бұйырса көріңдер. Осы күнге де жеттік ау, осы күнге де жеттік, достар. Alhamdulillah. Dostlar, biz samolyotқа кірдік. Ұйықтайтын жастықтарымыз бар. What? 2 hours later. The safety equipment on board is Boeing 737-800. Жақсы. Айтып жатыр, короче, сендерге аударып берейін ағылшыншадан. Жалпы Окей. Ағылшынша білетін адамдар сияқты. Я деп қалсын ғой, ема. Ағылшынша білмесек те Дубайға ұшып бара жатырмыз. Бәрекелді. Ас болсын. Достар, біз Дубайға келіп жатырмыз уже. Қараңдар. Ема. Жатам, Рома. Дубайға қош келдің, Рома. Қош көрдік. Күтіп алғандар рахмет. Достар, бізді Дубайдан күтіп алатын адам күтіп алды. Яғни турагентствоның адамы. Осы жермен сөйлесіп қойған. И машинада келе жатырмыз, аэропорттан күтіп алды. Әдемі барлығы қалада кетіп бара жатырмыз. Мына жерде және де Ақжол деген бауырымызбен танысып алдық. Бірге келдік бір самолетта, және де бір отельде, және де қайтатын уақытымызда бір уақыт екен. Өзіміздің қазақтың жігіті. Танысқанымызға өте қуаныштымыз. Артымызда бізде Рома отыр. Қазір отельге бара жатырмыз. Отельге кіргеннен кейін видеомызды жалғастырамыз. Давайте. Машиналардың скорость жылдамдықтары мықты екен, достар, мына жерде 120 мен кетіп бара жатырмыз қаланың ішінде. 120 қараңдарса. Бізде максимум 60 қой Қазақстанда. Бұл жерде 2 есе екен. Достар, біз отельге келдік. Осындай керемет әдемі отель. Ол жақта бүгін танысқан достарымызбен бірге регистрацияны өтіп жатырмыз. Рома, жатам. Дубай өте керемет. Бастамасы нормально. Біздің көктем әдемі басталып отыр. Қазір барып номерлерімізге барамыз. Номерді көрсетеміз сендерге. Сосын әрі қарата жалғастырамыз. Мына жерде рецепшнда вообще орысша сөйлей алмайды, қазақша сөйлей алмайды. Ағылшынша қисық китайский ағылшыншамызбен бірдеңе қылып сөйлесіп жатырмыз, короче. И переводчикті пайдаланып жатырмыз, Google переводчикпен. Сондықтан, достар, сендерге айтарым, кім ағылшынша білмейді, ағылшынша үйрендір, өйткені ағылшыншасыз басқа елде қиналасыңдар. Біз қиналып, жаңа келдік та қиналдық мына жерде. Аңқ-мыңқ еткізіп ше. Сол үшін үйреніңдер. Міне Ақжол брат айтып жатыр сендерге, ағылшынша үйреніңдер. Так что үйреніңдер. Уақытты құр босқа құртпай, жайдан комп ойнап отыра бермей, ағылшынша үйреніңдер. Курсқа келіңдер. Мен курсыма келіңдер, бір курс 10 мың теңге. Ағылшынша үйреніп келем, бір аптаның ішінде Дубайдан. Так что маған жазыңдар, хабарласыңдар. Жатам, Рома, сен де курс сатасың ба ағылшынша? Ноне саған ғой. Маған ба бәрі? Ноне саталды, так что. Достар, регистрациядан өттік, рецепшнде енді өзіміздің номерге бара жатырмыз. Төртеуміз. Екеу болып келдік. Төртеу болып. Төртеу болып кеттік. Қазір лифтпен көтереміз. Нешінші қабатта деді бізде? 6-шы қабатта екен, достар, біздің номерларымыз. Қазір барамыз. Міне лифт бізде осындай. Окей. Так. Что там, Рома? Скорость сұрасың ба? Тодан, есік ашылды. Так, біз қайда барамыз? 600 нешесіндерде? Достар, 4 жұлдызды отельде кетіп бара жатырық.
Вчера ожидания, теперь реальность, короче. Топовый номер қараңдаршы достар, мынандай прям әдемі жасалған бүкілі. Качество топ. Енді 4 жұлдыз деген әдемі деген. Біздікі 607 ғой. 607. Сол жақта ма? Не зат? Біреу тамағын қойып кеткен ғой. Пакетін шәтіп отыр ма? Мынау не? Міне 607. Мынау ғой? Иә. 607 міне. Біз де қатарға келдік. Қазір ашамыз. Давай, Нони, делай. Ашамыз да? Давай, ашайық. Дайынсың ба? Жаққа, короче, карточканы қоясың ғой? Иә, карточканы қоямын. Мінекей осы жерге қазір карточканы қой беріп әкемен қойын. Мама, қой жүрші. Опа. И? Асыш? Тақта ашты. Ай, может, былай шығар? Иә, солай ғой. Ойбай! Айбай, кір. Ойбай, Свет жақ. свет қайсы қай жақта өзі? Ау не өзі? Білмейсің ғой. Жо, міне. Мынау не? Жо, басасын. Достар, вообще білмейміз яқты, короче. Яқта вообще не мынау? Қалай қосатынын. Картаны өткіші. Оны картаны өткізу керек шығар. Иә, болды. Вот все. Ебой, отель біздікі. Достар, қараңдар, мына жерде жататын. Мынау екеуміз қынандай мәне? Бөлек еді ғой, по идее. Нормально. Барып сұрақ көрейік те жүр. Жүр, ауыстырайық дейді, жүр. Кеттік тода. Достар, номерді ауыстырып алдық. Енді бізде 401-ші номер. Бағана 607 деді. Отельге келдік. Нони, карточканы берсе енді маған. Карточка, саған бермеген екен ғой Короче, маған. карточканы осындай жасылмен ашады екенбіз. Иә, осындай номермен. Картамен. Хоп. Жаңа достар, Добро пожаловать! бағанағы номерде бізге бірандай қос махаббатқа арналған кровать беріп қойған ғой, бір кровать. Мынаны тығамыз. Опа! Тық қоясың болды ма? Все, добро пожаловать. Это наша комната. Нони! Қане? Сен жатасың, Опа! Енді төрге көкең жатады да енді. Төрге көкең жатады достар мына жерге. Мен мына жерге Рома жатады. Осындай номер достар мына жерде. Телевизор бар, стол, отыратын телефон. Айбай, не деген? Қазақстанда жоқ қой. Соғы не деген шкаф мына әдемі. Опа, шай қайнататын жер бәрі бар мына жерде достар, қараңдар. Дым көрмеген достарыңды белгілеңдер достар. Ауылда шықпаған достарыңды белгілеңдер. Сен жағырсы бәрі не істейші? Базар жоқ сет. Опа. Ема достар, мына ванная комнатаны қараңдаршы. Ё-майо. Анау унитаз асты жерге тимей тұр деп. Унитазды көрсетіп кетсең, Мына жерде бізде халаттар бар екен. Ашық көрсін. Өмірімізде кимеген халаттарды киетін боламыз. Халат па? Мына халат сияқты. Халат па? Білмеймін. Халат сияқты. Короче, көреміз. Дану, туалетте де телефон бар ғой. Мына жерде отырып, короче, мына жерге напиток заказ Все, енді, короче, жайға салайық, біздер әдемілеп тұрып. И одан кейін дальше жалғастырамыз. Достар, таңертең тұрдық, 7:30-да, енді завтрак ішуге бара жатырмыз. Маска киіңдер деп жатыр. Бұл жерде маскамен строго Дубайда. Орын жоқ қой, мен бәрі отырып тұр, жоқ, бар ғой. Good morning. Ескі отырып тұр, Можете по-русски говорить? Блин. 401 да у нас? 401, да. Хорошо. Да. 401. Спасибо. Ақжолдар қайда? Ақжол. Жүр, мына жақты тауып алайық та. Біздің қазақ бауырлар ар жақта отыр ғой. Қайырлы таң, қазақ елі. Қалайсыңдар? Уалейкум ассалам. Жатам, ас болсын. Қай дәмді ме екен? Завтра? Түнде ұйықтап қалсыздар ғой ерте, да? Түнде ерте ұйықтадық. Біз дейтін, ё-мая. Отельді айналып қайттық түн ішінде шығып. Пальма, құмдар тұстап. Горячий, короче.
анау жақта тұрған жерде каша бар. Просто тарелкаларға сала бересіңдер ғой. Ана жоқ, тарелкаларға алып бас жағына осылай осылай. Тарелкамен тасып жүреміз ба? Тарелкамен тасып бересіз. Окей. Все. Болсаңыз, О, короче, қазір таңғы асымызды ішеміз. Бірінші асымызды отельде. Патнос жоқ дейді. Тарелкамен қайта-қайта тасып жүресіңдер. Базар жоқ. Что там, не бар екен, Рома? кіріп кету керек еді ғой, кешке жақын. Каша ғой? Каша ма, не? Тупой фу дегеніз. Позы ма? Немене мыналар, Достар, мына жақта да жейтін нәрселер бар екен, күшті. Дәмді заттар. Сосын мынандай бір қолайсыз бір бәлелер бар. Рома ана жақта бірдеңе алып жатыр. Мына жақта тағы да жейтін нәрселер бар. Неше түрлі. Осындай салаттар бар. Ана жақта да неше түрлі жейтін заттар көп негізі. қалай алатынын? Қалай алады? Сенің дым көрмеген досың. Латте, капучино дейді. Кофе ішеміз, а? Американо шиш. Американо? Или чоко, мәш, не будет реклама, монетизация. Ты прочерешь сам? Что там, Рома? Таңғы ас қалай өтіп отыр? Топ па? Топ. Романың менюін көрейікші ғана. Не заттар алып алған? Муз ырғып тұрған ғой, жинап. Мына жерде қарбызбен бірге печеньелерді қосып жіберген ба? Мынау не? Мынау менікі, короче, сосиска там, күріш, мүріш. Екі тамақтан жинап алдық қой. Өзімізге создавать крафтить етіп алдық. Растағыдай. Все, достар. Таңғы асымызды ішіп алайық, сосын әрі қарата жалғастырамыз. Достар, сіздермен бірге мен Нони, мен қасында, как всегда, Рома, Ақжол, өзінің жұбайымен. Біз экспоға баратын боламыз, Дубай қаласындағы. Экспо деген, өздерің білесіңдер, ол керемет нәрсе. Именно Дубайдағы экспо ол бүкіл әлемнен топ деп ойлаймын, номер 1 деп ойлаймын. Өйткені бұл Дубай, достар. Бұл Дубай қанша жылға алға кетіп қалған, будущеге кетіп қалған қала. Достар, видеоға лайктарын басыңдар, пікірлерін жазыңдар, туысқандарыңа, достарыңа, бәріне. WhatsApp-тағы жаңағы туысқандар деген группаға жіберіңдер видеоны. Барлықтарынан қолдау күтем. Экспо, Дубайдың экспосын қарсы алыңдар. Достар, мына жерде экспоға кіретін жерде осында үлкен темір ворота сияқты бар екен. Міне қараңдар, ашық тұр, есік. Осы жерден қазір өтеміз да экспоға қарай кіреміз. Осы ең алғашқы сендерді күтіп алатын жер келген кезінде. Достар, біз регистрациядан өттік, экспоның ішіне кірдік. Болды, осы жерде енді түсіруге болады. Миллиард адам. И бізде мына жерде уже вход басталады. Мына жерде Чехияның павильоны болу керек. Мына жақты білмеймін, қасына барғасын жазуын оқимыз, талдардан көрінбей тұр. Былай кете береді, короче. Мына жерде үлкен бір здания бар, ана жақта зданиялар бар. Сол үшін сендерде лайк, жай ғана лайк, достар. Сендерге 1 секунд уақыт кетеді, лайк басасыңдар. Біз сендерге керемет ақпаратты айтып беретін боламыз. Достар, мына жерде Чехия Спринг деп тұр екен. Походу, Чехияның павильоны сияқты. Так, ішіне кірген кезде бізде салқын. Так, төбеге тармақ болып тамырлар кеткен. Мына жерде мынандай бассейн. Кішкентай ғана фонтан. Бассейн деп ол фонтан. Салқын, достар. Дала бізде ыстық ше, кәдімгідей жаздың ыстық ауа райы болады ғой, өзімізде Қазақстанда. Дәл сондай күннің астында тұра алмайсың бұл жерде, достар. Бізде Қазақстанда суық қыс болып жатса, бұл жерде өте ыстық. И мынандай павильонға кірген кезде іші салқын, кондер ұрып тұр, мощный температура. Достар, мынандай бір қызық бір айнама бірдеңе бар екен. Қозғалады мынау дәс. Че, неге қозғалмай қалды? Міне. Ану.
Қолмен қозғалтатын ба? Қолмен қозғалтады екенсің, достар, прикиньте. Не қара? Не қозғалмай тұр ғой, атаңның басы деді ол. Чехияның павильоны ұнады ма саған? Конечно, конечно. Достар, кезекте бізде Сингапурдың павильоны. Қараңдар, бұл өте керемет, достар. Мына жерде жазылып тұр Сингапур и мына видке қараңдар. Ема, джунгли ғой мынау. Төбеде адамдар жүр, қазір осы жаққа көтерілеміз. Достар, кірдік Сингапурдікіне. Бұл уже қызығырақ сияқты. Мынау искусственный, то есть даладағы кондерді көргенсіңдер ма, достар, өмірлеріңде? Далада кондиционер тұрады. Прям салқын қылып. Ема, төбеге қарай жүруге болады. Джунгли ғой. Джуманджиға түстік, достар, Джуманджи. Мына жақта, достар, қараңдаршы, мына стена былайынан кеткен. Толған горшоктардан жасалған. Миллион. Бірінші қабатта да үлкен осындай стеналардың барлығы осындай. Миллиард горшоктан жасалған, аны қараңдар. Таусылмайды. Мына жерге барған жоқпыз әлі. Мынаны астына барып көру керек қазір. Очередь былай қарата кетеміз қазір. Ар жақта Словения, там елдер көп, өте көп. Достар, мына жерде ел өте көп. Барлығына кіретін болсақ, біздің 2 күніміз ба өтіп кететін шығар. Ана жерде Нидерланды елінің павильон тұр, оны өткізіп жібердік. Новая Зеландияның павильоны, оны да өткізіп жібереміз. Әйтпесе, бүкіл күніміз, ертеңгі күніміз өтіп кетеді мына жерде. Бүкілін көру үшін, өйткені бұл экспо өте үлкен. Қараңдаршы, ар жаққа да қанша жол бар жүретін. Мына жаққа жол, мына жаққа жол, мына жаққа жол. Жалпы өте үлкен. Сататын бүкіл нәрсе бар, мына ішетін, жейтін. Машина жалдауға болады мындай. Бұндай үлкен экспоны мен алдым, ешқайда көрмегенмін, ешқандай елді. Мен бір 130 елді ме араладым, бірақ ешқайсында бұндай үлкен экспоны көрген жоқпын деп қойсаң. Бірінші еліміз, достар, ең алғашқы за границу енді шығып жатыр. Шетел көрмеген, шетелге бірінші рет шығып тұрған досың деп белгілей жіберіңдер комментарийге. Экспоның ішінде осындай картаны тауып алсаңдар болады. Қай ел, қай жерде екен көруге болады. Бұлай қараңдар, мына үлкен кәдімгідей бір қала. Ішінде адасып кетуге болады. Бұлай жолдар кеткен. Дәл ортасында Аль-Васи Плаза. Достар, мынандай үлкен томпақ біреуді тауып алдық, отырған. Көңілге жоқ. Мына жерде адамдар отырады, біреулер жатады. Әдемі, алаң үлкен шөп. Достар, қай елге келдік деп ойлайсыңдар? Әрине Қазақстан. Ебой. Өзіміздің елге келдік. Қазір көреміз ішінде не бар екен. Очередь екен бұл жерде де. Ата Қазақстанды көргісі келетіндер көп екен. Қазақстан алға! Бәрі қарай ма? Айқайлағасы ғой бүкіл Дубайға, бүкіл экспо ішіне. I am from Kazakhstan. Комментарийге жазыңдар, қандай өлең екен. Достар, короче, біздің Қазақстанның павильоны очередь миллиард тұр. Ішінде тұрған очередті кіргізіп жіберді жаңа. И далада да очередь тұр. Қазақ болып туылғаны қатты банкет тұр. Енді қазақтардікі мықты, бәрінен ерекше. Очередь тұрған кезде іштері піспасын деп күй тартып жатыр, би билеп жатыр. Иә, бүкіл үлкен осы территорияда қазақтардың павильоны айғайлап тұр ғой, музыкасымен, күйімен. Адамдар іші піспасын деп алдында жаңағыдай би билеп, домбыра тартып, іштерін пыстырмай тұрды, қонақтардың сыртта көп очередь. И тұра берсек, бір 2 сағатымыз кететін сияқты. Сондықтан әрі қарата жүре берейік деп шештік, өйткені уақыт бізде тығыз.
ішіп жейтін заттардың бағаларын көрейік, сендерге көрсетейік қанша тұрады екенін. Маған да қызық болып тұр мына экспоның ішіндегі бағалар. Қазір көреміз. Мороженое алып жейік, короче, бағасын біліп аламыз зато. Достар, короче, мына жерде меню бар екен. Міне қарапайым мынандай стандартный мороженое. Хузама дейді. 35 дирхам тұрады. 35 дирхам бізде $10,5. $10,5 бізде 5000 теңге. Достар, мороженое 5000 теңге. Мыналар да солай. 5000. Мына печенье одан да қымбат. 6500 теңге ма сондай. 5000 теңгеге. Бізде дейтін 300-400 теңге тұратын нәрсе, мына жерде 5000 теңге тұрады. 5000 теңгеге мороженое алып, ё-майё. Сыз күту керек қой мына жерден. Достар, естеріңде болсын, экспоға келіп мороженое жейміз деген пландарың бар болса, просто тупо удалить етсаңдар ананы ойларыңнан ше. Ну, егер миллиардер болсаңдар, жарайды, келіңдерді смело ала беріңдер. Ал қарапайым адам болсаңдар, Дубай өте қымбат қала, достар. Жестко қымбат қала, соны біліңдер. Қарапайым таксидің өзі бір жаққа бару үшін 13,000-15,000 теңге ма, сондай, по-моему. Мына зданияға қараңдар. Ема, құлап тұрған здания сияқты оны, короче. Астына барайық кішкене. Астына баруға болмайды екен бойда. Басқа бір сататын, мороженое сататын жерге келдік. Бағаларын көріп жатырмыз. Мына жерде арзандау екен. Міне, көрсететін болсақ, достар, 20 дирхам. 20 дирхам уже бір 3000 теңге ма болады. 3000 теңге ма болады. Но сонда да қымбат, достар. Қарапайым мороженое ғой, 200 теңгелік. Осыны 3000 теңгеге сатып тұр ғой, короче. Осылай. Осыдан алып көреген, достар, Дубайдың мороженыйын жемей кетсек, қате болатын шығар енді. Ақыры келдік па? Келдік па, енді бір мороженое жеп кетейік енді. 2 ice cream. 2 raspberry? Red. Is that okay, ma'am? Yes. Where's the UK pavilion? From here straight? Okay. Thanks. Welcome. Thank you. Welcome, sir. So, half a card. You pay with card? Red card. Very. Thank you. Welcome. So, please cut your card. Thank you very much, sir. That's okay. Okay, thank you. Ал, достар, сатып алдық. Қазір дәмін көреміз. Осы мороженойдың. Достар, бір өкінішті жағдай. GoPro'ның 2 дополнительный батарейкасын мен отельде ұмытып кетіппін, достар. Мына бір батарейканың уже заряды өліп жатыр. Қалған жерлерді көрсете аламыз ба, көрсете алмаймыз ба сұрақ. 3000 теңгелік мороженое. 3,5 мың. 3,5 мың. Не, онша емес па? Жаман. Кәне көрейін мен. Бисмилlah. Такой себе. Ну, мұз сияқты, Там лед бар, 100 теңге, сондай ғой. Қатып қалған қар сияқты андай мұз мороженый. Бірақ 3,5 мың теңгеге татмайды. Ну, Дубайдың мороженыйының дәмін көрем десеңдер, болады алуға. Бір рет алуға болады. Каждый день алуға болмайды. Сол, достар. Аккумуляторым өліп жатыр GoPro'да. Енді, достар, шетелге бірінші рет шықтық. Бірінші рет осындай үлкен влог түсіріп жатырмын. Сондықтан бұнда қателіктер болады. 2 полный зарядпен 2 дополнительный аккумулятор менде бар, бірақ отельде қалып кетті. Кешіріңдер. Енді жалпы экспо осындай, достар, үлкен қала, өте үлкен. Бір күнде сен бұл жерді никак көре алмайсың. Қанша здания бар, ұзын бұлай коридорлар. Жан жаққа кеткен, әр жаңағыдай зданиялардың араларында бірдеңелер бар, кіріп шығатын. Бұның барлығын көру үшін уақыт керек, бір 2 күн точно керек. Енді қазір барынша аккумулятор өлгенше түсіремін әлі. Дәл қазір өшірмеймін енді. И видео қысқа болып қалып жатса, кешірім сұраймын деп алдын ала айтып жатқаным ескертіп.
солай. Мороженое, ас болсын. Достар, экспода жүрген кезде осындай су тұрады. Өзі ағат қолыңда апарсаң. Питьевой су сияқты ішетін. Көрші дәмін. Қалай? Нормально, прикинь. Таза ма? Короче, шөлдесеңдер тегін су болады осындай көшеде. Шеге отыр. Болды, ішеміз ғой. Сосын жаңа достар, біз Рома екеуміз тұрғанбыз ғой, там Инстаграмға сторис салып, там фотоға түсіп тұрғанбыз. И сол кезде қасымыздан 3 бала өтеді. Орыс балдар ғой, орысша сөйлеп баратыр. И Рома резко қарайды да, даусынан таныды ма? И түріне қарайды. Анау кім ғой дейді, кім? Пози деген ютубер ғой дейді. Сосын Дакплей, анау Нубик в Майнкрафте деген бар ғой. Всем привет, с вами Нубик в Майнкрафте деп түсіреді ғой, орысша тілде Майнкрафт түсіретін. 12 миллион подписчигі бар, біреуінде екіншінде қанша? 8 миллион. 8 миллион ба, сондай танымал ютуберлар ғой, орыс Россиядағы. Вот солар екен да. Фотосын көрсетем, назарларыңда міне фото шығады. Фотоға түсіп алдық. Рома фотоға түсейш. Ойбай, пози дегесін фотоға түсіп алдық. Жалпы Дубайда жүрсең, жалпы жұлдыздарды кездестіру шансы өте жоғарыда. Бұл жерде кім демалмайды, бәрі демалады. Сондай история. Бүкіл экспоның ішін көру үшін 2 күн точно керек, таңертеңнен кешке дейін. Бір күнде мүмкін емес. Өте үлкен. Прям біз деген көп уақыт жүріп, айналып, ортасына центрге жаңа бір кездер жеттік қой. Әлі айналасында қаншама зат бар. Достар, Бурдж Халифаның алдында тұрмыз, короче. Дәл есігінің алдында, главный центрдің есігінің алдында. Бұл жерде тек байлар шығады, Rolls-Royce'тан шығады, там неше түрлі машиналардан шығады. Міне достар, Бурдж Халифа. Бурактың рестораны тұр ғой. Бурак. Міне, кім танымайды? Түрік бауырымыз. Мынандай аппақ құстар ұшып жүр ғой, қараңдар.